Саламатсыздар, құрметті әріптестер, атыраулық кәсіпкерлер, менің есімім Жолбаев Сәрсенбаев, кәсіпкерлер палатасының директорының орынбасары. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен енгізілген төтенше жағдайға байланысты жергілікті атқару мемлекеттік органдар, сонымен бірге аймақтық кәсіпкерлер палатасы өз қабілеттеріне қарай кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау мақсатында жұмысты атқарып жатыр. Арнайы топ құрылып, сол топ күнделік жұмысын өткізіп жатыр. Палатаға бүгінгі таңда 150-ден астам арыз түсті. Олардың мазмұндарына қарайтын болсақ, кәсіпорындардың жұмыс мерзіміне байланысты, уақытша жұмыс тоқтаған жағдайда кәсіпорындағы жұмысшылардың әлеуметтік кепілдері туралы, салық, банктерге қатысты, мемлекеттік шекарадан тауарларды өткізу туралы тағы да басқа өзекті проблемаларға қатысты болып отыр. Әр арыз өзінің ерекшелігіне қарай сараптамалық жұмыстар өткізіліп, тиісті жауаптары беріліп жатыр. Ірі сауда орындарының иелерімен, сонымен бірге сол орындарда арендада отырған кәсіпкерлермен өзара келісімдеріне келісіп, арендалық сомаларын азайтуға жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы ретінде айтатын болсақ, Өнерпаз, Шалқыма, Дина ірі кәсіпорындар келісімдерін берді. Сонымен бірге Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы форс-мажор обстоятельстволарына байланысты арнайы куәлікті рәсімдеп жатыр. Алған несиелеріңізге мерзімін, төлеу мерзімін ығыстыру бойынша тікелей банктің өзіне хабарласуыңызға болады. Аймақта белгіленген проблемалар онлайн түрінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының орталық штабына күнделікті жолданып отыр. Сол жақта құзырлы мемлекеттік органдармен өздерінің шешімдерін тауып жатыр. Оның дәлелі соңғы мезгілде мемлекет тарапынан қабылданып отырған шешімдер. Сонымен бірге аймақта карантин жариялауына байланысты жаңадан сұрақтар туындап жатыр. 29 наурызда аймақтық санитария бас дәрігерінің қабылдаған қаулысының 1-ші бабына және 10-ші бабында көрсетілгендей нақты қай кәсіпорындар жұмыс жасамайтыны көрсетілген. Ал 2-ші баптың 3-ші тармақшасында қалған кәсіпорындар санитария және гигиеналық талаптарды сақтап, өз жұмыстарын жалғастыра береді деп айтылған. Енді қазіргі таңда жүк көліктері қатынап жатыр, тамақ дәрмектер шектеусіз сатылып жатыр. Кафе, асханалар, тағы да сонымен бірге сондай кәсіпорындар енді қазіргі өздерінің тағамдарын тұтынушыларға тікелей жеткізіп беріп жатыр. Құрметті әріптестер, қазіргі осындай күрделі басымызға түсіп отырған ахуалда бір ауыздай бірге өткізуге бәріңізді шақырамын. Осы жағдайға байланысты сұрақтарыңыз туындап жатса, шағымдарыңыз болып жатса, төмендегі көрсетілген аймақтық кәсіпкерлер палатасының телефондарына хабарласуыңызға болады. Дендеріңізге саулық, істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет, байланысқа дейін.